Баймұхан Самат Аймұхамбетұлы 2010 жылдан бастап Жақсылық Үшкемпір ағамыздың көмекшісі болғам. Мына жарыс халықаралық деңгейде өте керемет өтіп жатыр. Өйткені биылдың ерекшелігі призовой фондтың көтерілуі. Жақсылық ағамыздың жарысы бүгінгі күнде биыл ерекшелігі өте жоғары, деңгейі өте жоғары өтіп жатыр. Өйткені мына басқа мемлекеттен келіп жатқан мемлекеттердің қатары көбейді, саны да көбейді. Ол атап өтсек, жаңа Хорватия мемлекеті, Сауд Арабиясы, Украина командасы, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжан сияқты команда, 10-нан астам командалар келді. Ол біз үшін кеше мынау халықаралық күрес федерациясынан делегат осы жарысқа арнайы келіп отырғандықтан ол кісінің де қызығушылығы осы жарысқа айтып отырғаны, мынандай деңгейде осындай залда әлем біріншілігін өткізуге болады деп ұсыныс беріп жатыр. Сондықтан біз қарастырамыз деп кеше бізге сондай бір ұсыныс тастаған болатын. Сондықтан енді Жақсылық ағаның өз кезінде де осы турнир өткен болатын. Сол кісінің бар кезінде де осы жаңағы халықаралық деңгей 2012-ден 13-тен бастап, ал жаңа халықаралық күрес қауымдастығына UV дейміз ғой, сол UV-ға календарының жоспарына 2017-тен бастап